12 сыныптық оқу бағдарламасы елімізде біртіндеп енгізіліп келеді. Осыған орай мұғалімдердің жаңа бағдарламамен оқытылуы қарқынды жүруде. Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептері педагогикалық шеберлік орталығында бастауыш мұғалімдерді даярлау жүріп жатыр. Қазірдің өзінде 75 оқытушы білімін жаңартып, жаңа бағдарламамен танысқан. Орталықта осы жылдың ішінде 328 мұғалімді оқыту жоспарланып отыр. Оның ішінде 324 бастауыш сынып, 99 ағылшын тілі, 64 технология, 42 дене шынықтыру пәндерінің мұғалімдері. Олар жаңа оқыту жоспарларымен танысып, келесі оқу жылына сақадай сай барады. Мұғалімдер биылғы жылы жаңа оқулықпенен, жаңа бағдарламаменен, жаңа оқу жоспарымен бірінші класты қабылдайды. Сондықтан мұғалімнің өзінің біліктілігі арттырылу керек жаңа мазмұнда. Соған байланысты оқытып жатырмыз. Себебі қазіргі күнде біздің шәкірттеріміздің сұранысы соған сай, заманауи технологиямен соған сай әрбір мұғалім білім беру керек. Мұғалімдер пәнаралық ықпалдастық, үздіксіз оқу, қызметтік тәсіл, минимакс ұстанымы, шығармашылық дамыту, үш тілді оқыту бағыттары бойынша біліктенеді. Орталықта білімін жаңғыртып жүргендердің бірі Күләш Ғайыпбаева. Ол нөмірі 13-ші гимназияның бастауыш мұғалімі. Аз уақыттың ішінде көп нәрсені үйренген. Өзіміз осы педагогикалық шеберлік орталығында оқып жатқан кезінде психологиялық ахуалы өте жақсы. Өзіміздің ең бір жақсы көріп, жақсы ұнаған жері бұл практик маманның бізге сабақ беруі. Өзіміздің әріптесіміз, мектептегі мұғалім барлық іс тәжірибесін өзімізге бірге оқып, бірге түсіндіріп, барлығын практикалық түрде көрсетіп жатыр. Курс аяқталған соң мұғалімдер онлайн тестілеуден өтеді. Соның нәтижесі бойынша оларға сертификаттар табысталады. Жалпы республика бойынша 54 мыңнан астам мұғалім жаңа бағдарлама бойынша біліктілігін арттырады. Жұмазия Оразай, Айсара Айтман, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.